Ашуланба, кешіре біл. Басқаларды түсіне білуге және мейірімділік танытуға үйрен. Өмір өте қысқа екенін есіңнен шығарма. Жақсылықтан, рахат тұрмыстан айырылып қалам деп бас ауыртпа. Келешектегі жамандықтан қорықпа. Әр істе бір Аллаға тәуекел. Шыбынды піл деп ойлап қалма. Ұсақ түйек қиыншылықтарды ауыр деп елестете берме. Кесел кесепат болып кетсе, қайтем деп ойлай берме. Әр нәрсенің өз уақыты, шешімі болады. Басыңа келетін нәрсе сені айналып өтпейді. Ал енді саған келмейтін нәрсе бәрібір де келмейді. Тұрмыста қарапайым өмір сүріп, артық ысыраптан алыс бол. Өйткені артық ысырап азғырады. Денеге құл болу руханиятты қиратады. Алла тағаланың берген сыйларын саған келген сынақтармен салыстыр. Сонда сен жоғалтқанға қарағанда алған нәрсең көбірек екенін түсінесің. Қайғыға батқан болсаң, өзің және айналаң үшін қандай жақсы нәрсе жасай алатыныңды ойла да жұмысқа ықыласпен кірісіп кет. Егер де біреу саған жаман сөз айтса, оның сөздері саған емес, өзіне зиян алып келерін біл. Сондықтан ол туралы ойланбай-ақ қой. Әр нәрсенің жаман жағын ғана емес, жақсы жағын ойла. Өткен жақсы көңіл күй бақыттылықтың кепілділігі. Ешкімнен саған рахмет айтуын күтпей, жаратқанның разылығы үшін ғана басқаларға жақсылық жаса. Өзіңе және айналаңа пайда алып келу үшін жан дүниеңе жақын кәсіпті таңдап ал. Не жұмыс қылсаң да шын ниетпен мықты жасауға әрекет жаса. Сонда ол жұмыс өміріңдегі бақытыңның бір бөлігіне айналады. Әрбір іске жігерлі бол. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Жаратқан саған берген жақсылықтар туралы көп ойлан. Ол жөнінде айтып жүр және Аллаға разылық білдір. Алла саған берген денсаулық, мал-мүлік, отбасы және жұмыс сияқтыларға разы бол және олар үшін шүкір қыл. Басқалардың жақсы жақтарын көруге әрі бағалауға тырысып, ал жаман жақтары болса, көз жұмып қой. Барлық жағынан идеалды кісі болмайтынын түсін, әрі бұл бірінші кезекте өзіңе тиесілі екені есіңде болсын. Өсек аяңға көңіл бөлме, басқалардың кемшілік іздеме және қате жіберіп, бір жаман іс жасауын күтіп, әрбір қадамын аңдыма. Өйткені бұл саған да оларға да жақсылық алып келмейді. Спортпен шұғылданып, денсаулығын туралы көп ойлан. Өйткені денсаулығы таза адамның ой сезімі сергек болады. Алладан кешірім және жақсылық тілеп, әрдайым дұға қылып жүр.